Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен осы шоколадный пирогтың рецептісімен бөлісемін. Бұның ерекшелігі бұл жұмыртқасыз және сүтсіз дайындалады. Өте жұмсақ болып шығады. Ол үшін ұнымызға сода қосамыз. 3 қасық какао қосамыз. Ал енді жақсылап араластырамыз. Енді бөлек ыдысымызға осындай ыстық су құямыз, және де сұйық май, және қант қосамыз. Қантымыз ерігенше араластырамыз. Ал енді ұн, какао сода араласқан қоспамызды қосамыз. Ал енді осылай жақсылап араластырамыз. Тағы біраз ұн қосамыз. Қамырымыз осылай қою болады. Ал енді оған жаңғақ қосамыз. Мен жаңғақты үгіттім. Және де варенье қосамыз. Менде бұл малинаның варенье. Осылай жақсылап араластырамыз. Қамырымыздың қоюлығы осындай болу керек. Неке қамырымыз осындай болады. Қатты қою болуға да болмайды. Мен осы формамызға май жақтым, сары май. Ал енді осылай қоспамызды құямыз. Осылай қосып, пешімізде пісіріп аламыз. Біздің шоколадный пирогымыз дайын болды. Енді оны осылай кесеміз. Кескен кезде де өте жұмсақ болып тұр. Осы пирогымыздың рецептісін астына описанияға қалдырып кетемін. Неге өте жұмсақ болып шығады осылай. Осылай вилкамызбен бөлген кезде де жұмсақ болады. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.